Сәлеметсіздер ме балалар? Математика пәні 1-ші сынып 75-ші сабақ. Есептер шығару. Суреттерге қара. Егер мысалдарды дұрыс есептесең, саябақтардың атауын білесің. 10 мен 7-нің айырмасы 3-ге тең, 3 пен 4-тің қосындысы 7-ге тең, 7 мен 2-нің қосындысы 9-ға тең. Мәні 9-ға тең 28 гвардияшыл Панфиловшылар саябағы. 6 мен 3-тің қосындысы 9, 9-дан 4 алам 5 қалады, 5-ке 5 қосам 10 болады. Қазақстан Республикасының тұңғыш президент саябағы. Мәні 10-ға тең. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті саябағы. Екінші есеп, саябаққа отырғызу үшін 15 жәшік қызыл, одан 5 жәшігі кем сары гүл әкелінді. Неше жәшік сары гүл әкелінді? Есептің шартын құрайық. Қызыл гүл 15 жәшік, сары гүл қызылдан 5 жәшігі кем. Шешуі 15 пен 5-тің айырмасы тең 10-ға. Жауабы 10 жәшік сары гүл әкелінді. Саябақта концерт өтіп жатыр. Бишілер 10 би билеуі тиіс. Олар 3 би биледі. Биленбеген неше би қалды? Есептің шартын құрайық. Билеу керек 10 би биледі. 3 би биленбегені қанша би? Шешуі 10 мен 3-тің айырмасы 7-ге тең. Жауабы биленбеген 7 би қалды. Бұл есебіміз екінші сызбаға сәйкес келеді екен. Келесі тапсырма. Концертке бір мектептен 70 бала, ал екінші мектептен біріншіге қарағанда 30 бала артық келді. Екінші мектептен неше бала келді? Есептің шартын құрайық. Бірінші мектептен 70 бала келген, екінші мектептен 30 бала артық келген екен. Екінші мектепте неше бала келгені бізге белгісіз. Ол үшін 70 пен 30-дың қосындысы 100-ге тең. Жауабы екінші мектептен 100 бала келді. Бұл сызбамыз қай сызбаға сәйкес келетін балалар табасыздар. Төртінші тапсырма салыстыр. 6 дециметр мен 4 дециметрдің айырмасы 2 дециметр, 5 дециметр мен 2 дециметрдің айырмасы 3 дециметрге тең. Сонда 2 дециметрден 3 дециметр, 2 дециметр 3 дециметрден кем. 30 сантиметр 100 сантиметр мен 40 сантиметрдің айырмасы 60-ға тең. 30 сантиметр кем 60 сантиметрден. 30 сантиметр мен 10 сантиметрдің қосындысы 40-ға тең, 40 сантиметр мен 20 сантиметрдің айырмасы 20-ға тең. Сонда 40 сантиметр артық. Міне балалар, тапсырманы осындай қылып орындайсыздар. 5-ші тапсырма. Бос төргөзге қай фигураны таңдау керек? Бос төргөзге сары түсті дөңгелекті таңдау керек екен. Есепті шығар. Балалар, сынып жұмыс дәптерлеріңдегі есепті шығарасыздар. Бұл жерде бірінші есепте саябаққа 70 ересек адам келді, ал балалардың олардан 20-сы артық. Саябаққа неше бала келгені белгісіз екен. Ол үшін 70 пен 20-ның қосындысы тең 90-ға. Жауабы саябаққа 90 бала келген екен. Екінші тапсырма, тиісті фигураны таңдап, суретін сал. Яғни мына фигураны таңдай отырып, суретті саламыз. Келесі мына бос орынға мына фигураны таңдай отырып, суретін салатын боламыз. Міне балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.